Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Құрылыс экономикасы курсының келесі тақырыбын бастаймыз. 5-ші тақырып құрылыс саласындағы баға белгілеу. Құрылыс саласындағы баға белгілеу құрылыс өнімінің құнын анықтау процесі болып табылады. Бұл процесс экономикалық тұрғыдан өте маңызды, себебі ол инвестициялық шешімдерге, жобаның тиімділігіне және құрылыс нарығындағы бәсекелестікке тікелей әсер етеді. Құрылыс саласындағы баға белгілеу бұл кез келген жобаның табысты жүзеге асырылуын негізгі элементі. Дұрыс баға белгілеу бұл компанияның бәсекеге қабілеттілігін арттырады, пайда мөлшерін оңтайландырады және ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Жалпы нарықтық жағдайларда шығындар құрылымын және бәсекелестердің стратегияларын терең талдау арқылы осындай оңтайлы баға деңгейін анықтауға болады. Бұл баға белгілеу саясаты жобаның барлық кезеңдерінде қайта қаралып, бейімделуі тиіс. Баға белгілеудің маңыздылығы бұл бағаның кәсіпорын қызметіне, нарықтағы бәсекеге және тұтынушылардың мінез-құлқына тікелей әсер етумен түсіндіріледі. Баға жалпы нарықтық экономиканың негізгі элементтерінің бірі және тауар мен қызметтің құнын ақшалай көрсетеді. Баға белгілеудің негізгі мақсаттары төмендегідей, яғни пайда максимализациясы бұл шығындарды жабу және тұрақты кіріс ағынын қамтамасыз ету арқылы ұйымның қаржылық тұрақтылығын нығайту. Одан кейін нарықтық үлесті ұлғайту бұл бәсекеге қабілетті бағалар ұсыну арқылы жаңа тұтынушыларды тарту және нарықтағы позицияны нығайту болады. Келесі брендті дамыту бұл сапалы қызмет пен әділ бағаны ұштастыру арқылы компанияның беделін арттыру және сенімді серіктестік ретінде танылуы. Одан кейін ұзақ мерзімді өсу бұл тұрақты баға саясаты арқылы инвестицияларды тарту және компанияның болашақ дамуын қамтамасыз ету болады. Құрылыс жобасының шығындар құрылымы бұл құрылыс нысанын жүзеге асыруға жұмсалатын барлық шығындардың құрамы мен олардың өзара қатынасы, яғни шығындар құрылымы бұл құрылыс жобасының жалпы құнын анықтауға және қаржылық жоспарлауға негіз болады. Жалпы құрылыс жобасының шығындарының маңызы бұл шығындарды дұрыс есептеу, яғни жобаның экономикалық тиімділігін анықтайды, сметалық құжаттарды жасауға көмектеседі, қаржылық тәуекелдерді азайтады және инвестициялық шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Құрылыс жобасының жалпы шығындарының құрылымы бұл әртүрлі компоненттерден тұрады. Яғни материалдар бұл ең үлкен үлесті, яғни 40% құрайды. Оған цемент, бетон, ағаш, кірпіш, металл, әрлеу материалдары, құрылыс конструкциялары, басқа да құрылыс материалдары кіреді. Ал жұмыс күші, яғни 30% алып, яғни екінші орында тұр. Бұл дегеніміз маман, яғни жұмысшылардың, инженерлердің және басқа да қызметкерлердің еңбек ақысы мен әлеуметтік төлемдер екен. Одан кейін техника мен жабдықтар 15% дейді, ал үстеме шығындар ол 10% құрайды, қалған 5% басқа да қосымша шығындарға жатады. Ол деп отырғанымыз, яғни жанама шығындар, бұлар құрылыс процесін ұйымдастыру мен басқаруға байланысты шығындар, яғни оларға әкімшілік шығындар, кеңсе шығындары, байланыс қызметтері, күзет және басқару аппаратының жалақысы жатады. Одан кейін жобалау және зерттеу шығындары, оларға құрылыс, яғни басталғанға дейінгі дайындық жұмыстары, инженерлік ізденістер, жобалау жұмыстары, сметалық құжаттар дайындау және сараптама қызметтері кіреді. Келесі инженерлік және коммуникациялық шығындар, бұлар нысанды инженерлік желіге қосуға жұмсалған шығындар. Сондай-ақ көлік және логистика шығындары, сақтандыру және қауіпсіздік шығындарды осы техника мен жабдықтар, яғни 15 және 15%-ға осы қосымша шығындар жатады екен. Келесі баға белгілеу стратегиясының түрлері. Жалпы баға белгілеу бұл стратегиясы кәсіпорынның тауармен немесе қызмет бағасын белгілеу кезінде қолданылатын әдістер мен бағыттары. Жалпы баға стратегиясы осы кәсіпорынның пайдасын арттыруға, нарықтағы орнын нығайтуға және бәсекеге қабілеттілігін күшейтуге бағытталған. Жалпы шығынға негізделген баға белгілеу бұл
барлық тікелей және жанама шығындарды есептеп, оған қажетті пайда мөлшерін қосу арқылы бағаны анықтайды екен. Ең қарапайым және кеңінен қолданылатын әдістің түрі. Келесі, нарыққа бағдарланған баға белгілеу. Бұл бәсекелестердің, яғни бағаларын талдайды, нарықтық жағдайға сәйкес өз бағаны белгілейді және бәсекеге қабілеттілікті сақтау үшін маңызды болып келеді. Келесі, құндылыққа негізделген баға белгілеу. Бұл тұтынушы үшін жобаның қосатын құндылығын бағалап, соған сәйкес баға белгілейді екен. Одан кейін динамикалық баға белгілеу. Бұл нарықтық сұраныс пен ұсыныстың өзгерістеріне сәйкес бағаны үнемі түзетіп отыру керек дейді. Бұған икемді және бейімдегіш тәсіл деп айтуға болады. Баға калькуляциясын дұрыс жасау бұл жобаның табыстылығын қамтамасыз етеді. Әр кезең жүйелі түрде орындалып, барлық факторлар назарға алынуы тиіс. Яғни мониторинг кезеңі бағаны нарықтық өзгерістерге сәйкес реттеуге мүмкіндік береді. Келесі, тікелей шығындарды есептеу формуласы жазылған. Бұл негізгі формулада жалпы тікелей шығындарды табу үшін материалдар құнын, жұмыс күші шығындарын және техника шығындарын қосу арқылы көрсетіледі екен. Одан кейін соңғы баға формуласында жалпы пайда маржасы мен үстеме шығындар коэффициентін көбейтіндісі екен. Нарықтық факторлардың әсері бұл нарықтағы экономикалық жағдайлардың тауарлар мен қызметтердің бағасына, сұранысына, ұсынысына және кәсіпорын қызметіне ықпал етуі. Яғни нарықтық факторлар кәсіпорындардың өндірістік және қаржылық шешімдеріне тікелей әсер етеді. Нарықтық факторлардың негізгі түрлері, яғни сұраныс пен ұсыныс, бұл құрылыс нарығындағы сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңдік бағаның негізгі анықтаушысы болып табылады. Келесі, маусымдық өзгерістер. Ол жыл мезгілдеріне байланысты құрылыс қарқыны мен материал бағаларының ауытқуы бағаға тікелей әсер етеді екен. Келесі, инфляция деңгейі. Бұл жалпы баға деңгейінің өсуі материалдар мен қызметтердің құнын арттырып, бағаны қайта қарауды талап етеді. Одан кейін бәсекелестік ортасы. Бұл нарықтағы бәсекелестіктердің саны мен олардың баға саясаты, яғни компанияның баға белгілеу еркіндігін шектейді екен. Бәсекелестерді жүйелі түрде талдау нарықтағы өз орныңды дұрыс анықтауға көмектеседі. Яғни тек бағаны ғана емес, сонымен қатар қызмет сапасын, жеткізу мерзімдерін, кепілдік шарттарында салыстыру керек. Нарықтағы 3-5 негізгі бәсекелестерді таңдап, олардың баға саясатын 90 сайын мониторингілеу ұсынылады. Бұл нарықтық трендтерді уақытында байқап, өз стратегияңды бейімдеуге мүмкіндік береді екен. Баға белгілеудегі кең таралған қателерге мыналарды айтуға болады. Бұл мысалы үстеме шығындарды елемеу. Бұл көптеген компаниялар тек тікелей шығындарды есептеп, үстеме шығындарды толық қамтымайды. Бұл пайданың азаюына және қаржылық қиындықтарға келеді. Одан кейін нарықты зерттемеу. Бұл бәсекелестердің бағаларын талдамай, тек өз шығындарын негізделіп, баға белгілеу бәсекеге қабілетсіздікке әкеледі, яғни нарықтық жағдайды үнемі қадағалап отыру керек. Келесі, икемділіктің жоқтығы. Бұл бір рет белгіленген бағаны ешқашан өзгертпеу керек. Яғни оны қателік өзгертпеу. Материал бағалары мен нарықтық жағдайлар өзгерген кезде осы бағаны қайта қарау керек екен. Тым төмен баға белгілеу. Бұл тапсырыс алу үшін бәсекелестерден әлдеқайда төмен баға ұсыну ұзақ мерзімді залалдыққа және компанияның бедел жоғалуына әкеледі екен. Баға туралы келіссөздер жүргізу дайындық кезеңнен басталады, яғни жобаның барлық детальдарын зерттеу, шығындарды дәл есептеу, баға диапазонын анықтау және келіссөздер стратегиясын жасау. Одан кейін тұтынушының қажеттіліктерін түсіну, яғни тапсырыс берушінің бюджетін, басымдылықтарын және күтілулерін анықтау арқылы икемді шешім ұсыну мүмкіндіктегілерін қарастыру. Одан кейін ұсыныс презентациясы. Бұл бағаның әр компонентін түсіндіру, құндылықтарды көрсету және бәсекелік артықшылықтарды атап өту. Төртінші, қарсылықтарды басқару. Бұларға тұтынушының алаңдаушылықтарын тыңдау, нақты деректермен дәлелдеу және балама нұсқаларын ұсыну болады.
Бесінші бұл келісімге келу, яғни өзара пайдалы шешім табу, барлық шарттарды нақтылау және келісім шартты ресімдеу болады екен. Баға белгілеу жүйесінің тиімділігін өлшеу бұл кәсіпорынның баға саясатының қаншалықты нәтижелі екенін анықтайтын процесс. Бұл бағалау арқылы кәсіпорынның бағаның табысқа, сатылым көлеміне, бәсекеге қабілеттілікке және нарықтағы орнына әсерін талдайды. Жалпы баға белгілеу жүйесінің тиімділігінің маңызы бұл кәсіпорын табысын арттырады, шығындарды жабуға мүмкіндік береді, нарықтағы бәсекеге қабілеттілікті күшейтеді, тұтынушылар сұранысын сақтайды және тұрақты қаржылық жағдайды қалыптастырады екен. Мұнда құрылыс саласындағы табысты осы компаниялардың орташа пайда маржасы 15 пен 20% аралығында болады дейді. Келесі тендер желісі бойынша жалпы оңтайлы баға стратегиясы бар компаниялар тендердің 60-70%-ын жеңіл ала алады екен. Одан кейін жылына 20-30 жобаны осы табысты аяқтау орташа өлшемдегі құрылыс компаниясы үшін тұрақтылық көрсеткіші болып табылады. Келесі тұтынушыны қанағаттандыру бойынша жалпы 90%-ын одан астамы осы қанағаттануына әкеледі екен. Қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыздандыру, яғни құрылыс жобаларына баға есептеуді айтарлықтай жеңілдетеді. Мысалы, VIM технологиялары осы жобаның 3D моделі негізінде материалдар мен жұмыс көлемін автоматты түрде есептейді екен. Яғни жасанды интеллект пен машиналық оқыту алгоритмдерде нарықтық трендтерді талап етіп және талдап оңтайлы бағаны ұсынады екен. Бұл қателерді азайтып, яғни есептеу уақытын 70%-ға қысқартады. Жалпы цифрлық технологиялардағы баға белгілеудегі рөлі бұл баға қалыптастыру процесін автоматтандырады, талдайды және басқару арқылы кәсіпорындардың тиімді жұмыс істеуіне ықпал етеді. Жалпы қазіргі нарық жағдайында осы цифрлық технологиялар баға саясатын дәл әрі жылдам жүргізуге мүмкіндік береді екен. Жалпы цифрлық жүйелер бұл нарықтық мәліметтерді жылдам жинайды, баға өзгерістерін талдайды, одан кейін шығындарды есептейді, сұранысты болжайды және баға стратегиясын оңтайландырады екен. Жалпы бұл кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін де арттыруға атсалысады. Баға белгілеуде осы қолданылатын цифрлық технологияларды атап өтейік. Бұл бірінші автоматтандырылған есептеу жүйелері. Оларға арнайы бағдарламалар, яғни өнімнің өзіндік құнын есептейді, шығындарды талдайды және сметалық есеп жүргізеді. Мысалы, Microsoft, 1С осылар. Одан кейін Big Data технологиясы бұл үлкен көлемдегі ақпараттарды өңдеу арқылы, яғни тұтынушы сұранысын талдайды және нарық трендтерін анықтайды. Баға өзгерісіне де болжам жасайды екен. Одан кейін жасанды интеллект деп айтып жатырмыз, яғни AI жүйелері бұл сұраныс динамикасын болжайды, автоматты баға ұсынады, нарықтағы өзгерістерге жалпы тез бейімделеді. Енді бұдан кейін тағы да ERP жүйелері деген бар. Бізде бұл ERP жүйелері жалпы кәсіпорын ресурстарын басқаруға арналған, яғни оның мүмкіндіктері қаржыны бақылайды, шығындарды басқарады және бағаны есептейді. Осы қойма есебін жүргізуге де мүмкіндіктері бар екен. Жалпы онлайн нарық мониторингі бұл интернет платформалары арқылы жасалынады. Яғни бәсекелестер бағаны бақылайды, жалпы нарықтағы сұранысты зерттейді. Баға өзгерістері осы салыстырылады екен. Жаңағы айтып отырғандай, құрылыс саласындағы осы Revit сияқты VIM технологиялары материал көлемін автоматты есептейді, сметалық құнды анықтайды және құрылыс шығындарын бақылауға көмектеседі екен. Жалпы цифрлық технологиялардың артықшылығы бұл баға есептеу дәлдігін арттырады, уақытты үнемдейді, адам қателігін азайтады және нарық өзгерісіне тез бейімдейді, тәуекелдерді төмендетеді. Жалпы Қазақстанда цифрландыру бұл, яғни құрылыс пен бизнес саласында жалпы электронды смета жүйелері, цифрлық жобалау деген сияқты мемлекеттік сатып алу жүйелерінде енгізілуде. Жалпы цифрлық технологиялар бұлар баға белгілеу процесінің тиімділігін арттыратын осындай құрал. Яғни олар кәсіпорындарды шығындарды дәл есептейді, жалпы нарықтық өзгерістерді бақылауға және бәсекеге қабілеттілікті осы баға саясатын жүргізуге
мүмкіндіктер береді екен. Сонымен құрылыс саласындағы баға белгілеудің маңызы бұл құрылыс құнын анықтайды, сметалық есептеулер жасауға мүмкіндік береді, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалауға көмектеседі және мердігерлер арасындағы бәсекелестікті қалыптастырады екен. Осымен тақырыбымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.